Сәлем достар, бүгінгі тақырып жүктіліктің 12-ші аптасы туралы болмақ. Жүктіліктің 12-ші аптасында әйел сосын бала не сезінеді, іштегі жатырдағы бала. Жүктіліктің 12-ші аптасында токсикоз, яғни құсу, лоқсу әйелде тоқтай бастайды. Бірақ кейбір әйелдерде бұл бүткіл екі қабаттық кезең бойынша болуы мүмкін, құсу, лоқсу деген. Кейбір әйелдерде бұл тоқтап сирей бастайды. 12-ші аптада әйелдің маткасы өсе бастайды. Кішкене ішіңіз егер қатты жабысып тұратын болса, кішкене сәл ғана, қатты шығып кетпейді, сәл ғана алға шығуы мүмкін. Себебі бала өсіп бастайды 12-ші аптада. Әрине бұл кезде де қатты білінбейді, бірден өсіп кетпейді ғой. Бірақ сәл өседі матка. Бұл кезде 12-ші аптада баланың көлемі 6-6,5-7 сантиметрге дейін болуы мүмкін. Бұл кезде УЗИде бала енді қайта-қайта УЗИге түсе беруге болмайды. Көп адам айтады, енді ол қазіргі УЗИ зиян емес қой, ешқандай лучше жоқ ода деп. Бірақ мен өзім, егер ананың дені сау болса, баланың дені сау болса, ешқандай угроза болмаса, онда қайта-қайта УЗИге барып түсе берудің қажет жоқ деген келеді. Себебі 3 триместрде 3 рет қана УЗИ жасалынады деген бар, яғни 1-ші триместр, 2-ші триместр, 3-ші триместрде. Сол себепті де егер УЗИге түсіп қойсаңыз, онда қайта түсудің қажет жоқ, оны өзіңіздің гинекологыңыз береді. Яғни 1-ші УЗИіңіз бар болса, 2-ші УЗИге түсу уақытын оның өзі белгілеп айтады 2-ші триместр кезінде. Егер өзіңізді жақсы сезсеңіз, ода УЗИге түсіп қажет жоқ. Бірақ егер УЗИге әлі түспеге болсаңыз, ода УЗИде баланың жүрек соғысын тыңдатып сізге көрсетеді. Баланың жүрек соғысын тыңдай алуға болады УЗИде. Кәдімгідей қатты дауысын шығарып қойып тыңдатады. Баланың жүрек соғысы естіледі. Балада организмдері жақсы дамып, қолын, саусақтары, тырнақтары барлығы жақсы дамып, көріне бастайды, нервный клеткалар ары қарай дамуды жалғастыра бастайды 12-ші аптада. 12-ші аптада бала қозғалады, тіпті 11-ші аптада бала қозғалып бастайды. Бала мысалы қолын жұмып ашады, бала есінейді, бала пупыртпен, яғни ойнайды, осындай бір іс-әрекеттер жасайды бала. Бірақ оны іштегі ана әлі сезінбейді, себебі бала әлі кішкентай, ол бір қимылдағанда да қатты қимылдап қоймайды ғой, енді ғана өсіп келе жатқан бала жай-жай қимылдап қояды. Сол себепті де ана оны қатты сезінбеуі мүмкін. Дегенмен де бұл баланың бұндай қимыл қозғалысы оның жақсы дамып жатыр дегенді білдіреді. Баланың тістері жетіле бастайды, ары қарай сүйектері жетіле бастайды. Бала қалыпты жалпы дами бастайды. Мұрындары көрініп баланың. Кәдімгідей УЗИде мұрны көрініп тұрады, көзі көрініп тұрады. Осылай бала ары қарай дамуын жалғастыра береді. Бала одан кейін анада қандай өзгерістер болады? Анада кішігірім не болуы мүмкін? Шаршаңқылық болуы мүмкін. Бұл шаршаңқылық бүткіл екі қабаттық кезеңде болуы мүмкін. Яғни сәл бір іс-әрекет істесеңіз, бұрын шаршамайтын болсаңыз, сол сәтқа қазір бір шаршап қалуыңыз мүмкін. Болмаса көп нагрузка жұмсап, күш жұмсап қойыңыз, ұйқыңыз келіп кетуі, ұйқы қысып кетуі, ұйықтап тұрсаңыз да ұйқы қысып кетуі мүмкін. Бұл жалпы қалыпты нәрсе. Егер шынымен де шаршап жатсаңыз, ұйқы қысып жатса, онда бір мезгіл мүмкіндік болса, ұйықтап немесе жатып демалып алуға болады. Жұмыс істейтін болсаңыз, жұмыс орнында әйтеуір бір жататын бір жер болса, бір 5 минут, 10 минут жатып демалып алуға болады да. Үйге келгенде болмаса, үйде болсаңыз, тірліктердің арасында 5-10 минут жатып демалуға болады. Мен өзім 2 қабат болған кезде, 2 қабаттық кезімде солай жасайтынмын. Яғни кішкене демалып алам арасында. Себебі кәдімгідей бір қатты қысылып, бір шаршап тұрған сияқты болып көрінеді. Шаршап тұрған сияқты боласың.
шынымен де шаршаңқылықты өзіңізде байқаған жағдайда міндетті түрде демалып шаршағаныңызды басып алғаныңыз дұрыс болады. Ол өзіңізге де жақсы, ішіңіздегі балаңызға да жақсы. Ішіңіздегі балаңыз ести бастайды, құлағы жетіледі 12-ші аптада, есту мүшесі қалыптаса бастайды. Сол себепті ішіңіздегі балаңызбен сөйлесіп бастасаңыз да болады. Жалпы жатырға біткеннен бастап балаңызбен сөйлесіп бастасаңыз болады. Себебі бұл болашақта оңай тууға сізге көмектеседі. Әрі баламен контакт болғаннан кейін бала да өзінің өміршеңдігін жалғастырады деген менде сондай бір психологиялық кеңес айтқым келеді. Егер баланы қатты күтіп жүрсеңіз, бала қатты қажет болып, осы баланы қайтсем де босанам, қайтсем де барлығы жақсы болсын деп, енді кез келген ана ішіне біткен баласы жақсылық тілейді ғой. Сол себепті балаңызбен жақсы сөйлесіп, сен оңай туыласың, барлығы жақсы болады, Құдай қаласа сен өсесің, бізде бәрі жақсы болады деп ішіңіздегі балаңызға көп көңіл бөліп, көп сөйлессеңіз, ол да өзіңізге де жақсы көңіл күй береді. Балаңыз да қалыпты өсіп дамуын жалғастырады, өзіңіз де көңіл күйіңіз жақсарады. Бұл кезде жалпы 12-ші аптада әйелдің эмоционалдық көңіл күйі қалыпты болады, бір қалыпқа түсе бастайды. Оның үстіне угроза выкидыша дейміз ғой, яғни түсік қаупі бұл кезде азая бастайды. Дегенмен де кішкене выделение деген нәрсеге қарап жүруіміз керек. Выделение бұл кезде ақшыл немесе сулы күйінде келуі мүмкін. Егер аз мөлшерде келсе, қалыпты деңгейде күнделікті, енді бұл кезде выделение де көбейе бастайды. Бірақ егер өте көп мөлшерде келсе выделение, жасыл түсті, болмаса жаңағы қызғылт түсті, қоңырқай түсті болса, көп жаңағы сондай болса, бұл угроза немесе түсік қаупі деген сөз, қаупі туындауы мүмкін деген сөз. Ол кезде міндетті түрде жедел жәрдемге хабарласу керек. Жасыл түсті болса да, ол жаңағы қатты бір иіс шығатын выделение болса, онда бұл кезде де гинекологқа барып кеңескен дұрыс болады. Ал жалпы түссіз немесе ақшылтым түсті аз ғана мөлшерде келсе, енді екіқабат кезде выделение көбейеді. Қатты мөлшерде емес келсе, онда ол қалыпты жағдай деген сөз. Ал өте көп мөлшерде келген выделениені сіз гинекологқа барған кезде мазок алады сізден. Бұл кезде жаңағы өзінің тапсыратын анализдері болса, гинекологқа барып бұл жерде кеңескеніңіз дұрыс болады. Осындай болып жатыр менде, не істесем болады деп. Міндетті түрде өзіңіздегі өзгерісті өзіңіздің гинекологыңызға айтып жүруіңіз керек. Мұның бәрі ашық айтылу керек, себебі анасы болашақта ана болғаннан кейін өзіңіздің балаңыздың өміріне жауаптысыз. Достар, сіздерге беретін ақпаратым осы. Ақпаратым пайдалы болды деп ойлаймын. Ақпаратым пайдалы болса, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Бөлісуді, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Алла қаласа, алдағы уақытта талай қызықты әрі пайдалы видеоларды мен салуға тырысамын. Себебі менің арнам осы жүктілікке және бала дамуына, баланың қалыптасуына жалпы арналған, осындай үйде отырған аналарға арналған видеолар болмақ. Сол себепті де арнама жазылуды ұмытпаңыздар.